Әлемге танытып жүрген қазақты Димаш болса, одан кейінгі Мирас деген білесіздер, иә? Сол Жымпитының қызы, Шыңғырлаудың келіні, яғни отбасымен осы Батыс Қазақстан облысы кіндік қаны тамған жер дейміз. Қыз бала өріс немесе отбасымен болашақта аңсап, Астана құрылғаннан бері сол жақта тұрады. Сол отбасымен өздері жаңағы осындай өнерімен елге танытып жүрген жағдайы бар. Сол қазақ аналары дәстүрлі жол жобасының авторы сондай осындай бізге аманат етті. Мені былтыр Батыс Қазақстан филиалына артқа тұрыңыздар, көрмей қалады. Артқа тұрыңдар, кім? Олай алмайды, бір-бірлеп алады. Артта кісілер көре алмай қалды ғой, қыздар. Айттым ғой, отырып түсірім деді деп. Көтермеле отырай ханымдарымызды. Жәмила ханым, браво! Бүкіл жерде жетістіктер жете беріңіз. 15, бұл жерде 20-да болады, 30-да болады, 50-де болады. Біздер салдық 15-15-тен. 15-ге келді, міне енді бітті. Көрдіңіз бе? Құтты болсын жеңісіңіз. Жай қалды. Жоқ, сол ғой, бәрінде де 15 салады, бірдей қылып. Бірақ бірінші кім шығарады, яғни 15 екенін біз біліп отырамыз.